Мясо по-тайски салатын жеңіл жолмен дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Ең алдымен етті ұзыншақ етіп, соломка етіп турайтын боламыз. Еттің жұмсақ жері болғаны жақсы. Етті турап дайындап алғаннан кейін қызып тұрған майға етті қуыратын боламыз. Баяу отта қуыратын боламыз, себебі қуырылу барысында ет пісіп кету керек. Және де соя тұздығын, 2 ас қасық соя тұздығын қосып, тағы да бір 10-15 минут көлемінде баяу отта жаңағы қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша болгар бұрыштарын дайындай береміз. Осылай светофор бұрышының 3 түрлі түсін алсаңыздар өте әдемі болады. Жарты болгар бұрыштары жеткілікті. Соломка етіп турап аламыз. Және де қуырылып жатқан етімізге салып, 3 минут көлемінде ғана бұрышымызды қуырып алатын боламыз. Суы шыққанша қуырмаймыз, себебі онда болгар бұрышы пісіп кетсе, езіліп кететін болады. Сондықтан 3 минут көлемінде ғана жай баяу отта жай ғана қыздырып қуырып аламыз. Ендігі кезекте бөлек бір ыдысқа сәбіз, бір сәбіздің жартысын осылай үккіштен өткізіп, ұзыншақ үккіштен өткізіп, кішкене тұз сеуіп жіберіп, қолмен мұжып жұмсартып аламыз. Одан кейін 2 қиярымызды соломка етіп тураймыз. Және де қиярды сәбізге қосамыз. Және көк пиязды ұзыншақ етіп осылай турайтын боламыз. Енді жаңағы дайындап алған ет пен болгар бұрышын жылы күйінде саламыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Және де ащы қызыл бұрыштан кішкене қоссаңыздар болады. Егерде аштыны ұнататын болсаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Осы 3 желанияның қызыл бұрышының дәмі ерекше екен. Қосуға кеңес беремін. Салатты 1 сағат көлемінде жақсылап суытып аламыз. Содан кейін барып үстелге қойсаңыздар болады. Өте дәмді салат, астарыңыз дәмді болсын.